Экономика және бизнес факультеті және де тағам өндірісі факультетінің студенттерінен құралған былтырғы жылғы маусымның вице-чемпиондары, бірақ құрамы өзгерген Қосаққу. 2 жыл қатарынан вице-чемпиондар биыл қайтадан келді. Ой, оңдырмайды биыл. Шын. Чемпионбыз, былтырғы жылдың чемпионы. Биыл қайтадан келдік. Рахат кән бірінші курстардың алдында ойнаймыз. Басын істейма, былтыр біз екінші орын алған жоқпыз ба? Ой? Я біз былтыр вице-чемпион болып қалдық қой. Мен бәрін айтып жүрмін ғой чемпион болдық деп. Немене айтып жүрсің? Мен ол кезде мас болып қалған ғой айтпақшы. Басын істей, қайтып мас боласың сен? Қуаныштан мас болып қалған мен. Қуаныштан адам мас болмайды. Болады екен. Мен қара 10.000 теңге болды маған бермей қой. Маған неменеге ұрысың? Ашын бермей қой маған. Қайтармай қой ма? Қайтармай қой. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңызда мен жалғыз болсын. Жалғыз оны айтасың, бүгін соңғы командамыз. Уайымдап тұр мен кәдімгі. Уайымдама. Бір жақсы мақал бар, уайымдама, жақсы болып кетеді ғой деген мақал бар. Ой, ондай мақал естімедім. Тибет жақта бар екен сондай мақал. Оны айтасың, қанша деген бір сабырсызданып, бір шыдай алмай тұр мына жерде. Соны байқадым, сен өзі сабырсыз бала екенсің. Мына бір жақсы мақал бар. Сабырлы болсай, нормальный болады ғой деген мақал бар. Қойшы, мына мақалын естімедім еш жерде. Бар екен соны, мынау Якутия жақта бар екен соны. Мен әзілдерді білмеймін, нақты команда болады деген жыртып жатыр. Қорқып тұрмын мен. Толқыма, мынандай мақал бар ғой. Закрывашкасын қойып бірінші орынға өтетін шығарсың деген мақал бар. Мынау өтірік. Бұның рас енді. Оны айтасың, фестиваль бар. Айтайыншы бір кішкентай кезімізде баяғыда ше. Костюм шалбар киіп аламыз. Бүйтіп костюмды іліп аламыз да, итқашы. Жан-жағымыз алатаудың бөктері, жан-жағымыз сап-сары бидай. Бүйтіп бидайдың басын бүйтіп ұстап келіп, бүйтіп бидайды, бір бидайды қолға алып Қазақстанға тамсанып тұратын қойып білесің ба? Ойбырмай, бүйтіп самолетқа мініп Қазақстан төбесінен бүйтіп қарамаушы ме? Анау Путин, Буштармен кездеспеуші ме? Бүйтіп Дональд Трампқа тіл тигізбесін, бұны обманға деп отайды. Түсін ба? Ендеше 2 жыл бойы Ғаниға жазып өздері көрінбей қалған Қосаққу кетті! Сәлем достар, тамашалаймыз. Халқынан қорықпайтын әкім. Мына халқым бюджеттен 15 миллион теңге бөлініп, соған бір зыңғып үй саласаң біреуің бір деген дейсіңдер ма маған? Тамашалаймыз. Шашы өсіп кеткен хан. Батырлар, алға! Сонымен көрейік достар, заманауи қобызшы. Микрофон жетпей жатыр. Орқа. Маусымашар болғаннан кейін біз ойнаймыз. Көріп кел, редактор. Мына редактор аға бізде мынандай әзіл бар да, мына шаш өсіп кеткен хан дейді, ешқандай жұмақ кетеді. Болды, білемін. Білесіз ба? Сосын мынандай бар анда, әкім дейді да, халқынан қорықпайды. Жақсы, Білесіз, сосын заманауи қобыз шықты. Жақсы. Оның бәрі қаяқтан білесіз? Қалай келді онан бәрі? Құрметті достар, көрейік, Рио-де-Жанейро Олимпиадасы комментатордың сөзін естіп қойған спортшы. Дәл қазір мінеки жалғас бауырымыз бір-екі соқ алып қалды, бірақ онда тұрған ештеңе жоқ. Әрине. Астындағы аты несерьезный хан. Батырлар.
қыздармен кездесуге барған кезде олар боянбай шықса міндетті түрде бір сылтаулар айтады. Сол сылтаулардың топтамасы. Мен негізі ауырттым ше, бір түрім әдемі негізі. Жалғас негізі мен ойладым да, негізі біз түнде кездесеміз ба деймші. Негізі бар ғой Жалғас, қазір қыздар, кішкене қыздар боянады да, олар ертең өскен соң бар ғой түрлері келіп, мына Жалғас бесі айтып жатқан шығар. аяқ асты тентек болып қалатын уәзір. Қане ем датым бар. Датың болса айтпа тұрып. Матосар, сөз соңында аңыз. Ертеде бір кішкене ғана бүркіт болады. Бүркіт жастайынан аспанға самғап ұшуды армандайды. Күндердің бір күнінде ол аспанға қарап